Келесі тақырып қасиеттердің периодтық өзгеруі. Жалпы периодтық жүйеде түрлі қасиеттердің қалай өзгеретінін болжауға болады. Демек біз нақты элементтердің қасиеттерін білмесек те, периодтық кестеге қарап олардың шамамен қалай өзгеретінін біле аламыз. Ең бірінші ол деңгейлер саны. Деңгейлер санын бізде период номері көрсетеді. Демек бірінші периодта бізде бір деңгейі ғана болатын элементтер тұрады. Мысалы сутек және гелий. Оларда бір ғана деңгей бар. Сәйкесінше екінші периодта екі деңгейі бар элементтер болады. Әрі қарайда дәл солай кете береді. Жетінші периодқа дейін. Жетінші периодта жеті деңгейі бар элементтер тұрады. Келесі ол электрондардың саны. Демек, жалпы электрон саны емес, сыртқы деңгейіндегі электрондар саны. Ол топ номермен анықталады, бірақ бұл жағдайда топ номерін тікелей есептеу қате болады. Демек, егер топ номері бізде 1-ден 18-ге дейін созылады, және бірақ кейбір периодтарда арадағы элементтер болмайды. Демек, екі элементтің арасында бос орын қалады. Бұл жағдайда біз оларды бос орынды есептемей, бірден соң бірін санау керекпіз. Мысалы, бірінші периодта сутек бірінші топта тұр, ал гелий 18-ші топта. Бірақ бұл гелийде 18 электрон бар деген сөз емес. Біз жай ғана арасындағы бос орынды есептемейміз. Сонда сутек бірінші болады, ал одан кейін бірден келесі элемент гелий екінші тұр. Сәйкесінше сутекте бір ғана электрон сыртқы деңгейінде, гелийде екі электрон деген сөз. Дәл солай пи элементтер қосылған кезде де біз арасындағы бос орынды санамай кетеміз. Бірден 3, 4, 5 деп әрі қарай келесі пи элементтерден бастап санап кетеміз. Сәйкесінше оларда электрон саны да сондай болады. D элементтер қосылған кезде бұл жағдайда толықтай топ нөміріне сәйкес келіп қалады. Себебі арасында бос орындар қалмайды. Басқа қасиеттеріне келетін болсақ, негізі периодтық жүйеде өте көп қасиеттердің өзгерісін бағалауға болады. Бірақ әзірше тек 4-еуін ғана қарастырайық. Келесі қасиеттерді оларды бөлек өткен кезде тағы да қарастырамыз. Біріншісі ол ядро заряды. Демек, ядро заряды ол ядродағы протон саны. Протон саны бізде реттік нөмірге тең екенін білесіз, ал реттік нөмір солдан оңға қарайды, жоғарыдан төмен қарайды, артады. Демек, ядро заряды да екі бағытта да арта береді. Одан кейін атомдық радиус бар. Осы жерде жеке-жеке қарастырып көрейік. Атомдық радиус жоғарыдан төмен артады. Не үшін? Себебі жоғарыдан төмен қарай элементтердің деңгей саны өзгереді. Мысалы, бірінші периодта бір ғана деңгей болады, екінші периодта екі деңгей, және екеуін салыстырып көрсек, әрине деңгей саны көбірек болатын элементтің радиусы да үлкенірек болады. Сол үшін жоғарыдан төмен қарай атомдық радиус артады. Ал солдан оңға қарай атомдық радиус кемиді. Бұл не себепті? Ол жағдайда бізде деңгей саны өзгермейді, бірақ электрон саны өзгереді. Мысалы, солдан оңға қарай өткен кезде бір электрон болуы мүмкін, одан кейінгісінде екі электрон болуы мүмкін. Деңгей саны бірдей, бірақ электрон саны көбейген сайын, енді бізде электрондар ядроға тартылатынын білесіз. Сол үшін бір электронға қарағанда екі электрон екі есе қаттырақ тартылады ядроға. Сол үшін екі электрон болған кезде оның радиусы да біраз азаяды, кемиді. Сол үшін атомдық радиус солдан оңға қарай кемиді. Одан кейін металдық және бейметалдық қасиеттер кетеді. Бұны жай ғана екідайлы элементтердің сызығын еске түсіріп қарастырсақ болады. Есіңізде болса, сол жағында металдар орналасады, оң жағында бейметалдар. Осыған сәйкес, осы сызық бойынша солдан оңға қарай жылжысақ, біз металдардан бейметалдарға қарай өтеміз. Сәйкесінше металдық қасиет кемиді, бейметалдық қасиет артады, солдан оңға қарай. Ал жоғарыдан төмен қарай түсетін болсақ, керісінше бейметалдардан металдарға қарай өтіп кетеміз. Сәйкесінше металдық қасиет артады, бейметалдық қасиет кемиді, жоғарыдан төмен қарай. Ең негізгі қасиеттердің периодтық өзгеруі осылар.